Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Бегім Талапқызы. Достар, қазір мен балаларды дамытуға, менде 2 қызым бар, біреу 5 жаста, біреу 3,5 жаста. Соларға мен балаларды дамытатын кітапшалар алдым. Өте сүйкімді. Сондықтан сіздермен бөліскім келіп тұр. Мына детский мир деген дүкеннен алдым. Қараңыздар. Мынадай бояйтын алдым. Өте әдемі сызылған. Бұл баланың яғни ойлау қабілетін арттырады, яғни ұсақ моторикамен жұмыс істеуге жақсы, және түстерді баланың фантазиясының дамуына өте жақсы әсер етеді. Қараңыздар. Осындай кітап алдым. Мынаны примерно 3,5 мың теңге тұрады екен. 3,5 мың. Одан кейін бұл бір жақсы жері, мен де осындай нені кейде бояймын, егер қыздарымнан артылса. Бұл, яғни мен көп компьютерде жұмыс жасағандықтан кейде қатты шаршаймын. Сол кезде кішкене миымды разгрузка жасау үшін осындай раскраскалар арасында бояп тұрамын. Бұл адамды тынықтырып, демалдырып, яғни сіздің күнделікті шаршап жүрген жұмыстарыңыздан айықтырады. Бізде даже арт-терапия деген емдік осындай түрлер бар. Сіз бір күйзелісте кезіңізде немесе энергияңыз жоқ, сарқылған кезде бүкіл нәрсені жиып қойып, осындай раскраскалар боясаңыз, сізге кішкене жеңілдейді. Тағы балаларға қандай раскраска алдым? Мынаны қараңыздар. Осындай раскраска алдым. Өте сүйкімді. Қараңыздар. Бұның ішінде мына ертегі секілді жазылған, бірақ орыс тілінде. Мен балаларға қазір, менің балаларым қазақ орыс тілдерінде сөйлейді. Қазір сонымен қатар осыдан 1 ай бұрын ағылшын тілін үйретуді бастадым. Сондықтан мен көбінесе осындай кітаптарды қазақшасын айтамын, қазақша аударып. Кейін егер білмеген сөздерін кейде арасында сұрап отырам. Мысалы, мынау қалай болады, орысша қалай болады, немесе қазақша білмесе, мен өзім айтып отырам. Балалар тез ұғып алады. Сонымен қатар қазір менің қызым, яғни әлемнің картасын балалар бөлмесіне іліп қойдым. Әлемнің картасын қазір үйреніп жатыр. Қазір Қазақстан қай жерде екенін біледі, және Антарктиданы біледі. Сонымен қатар Қытайды біледі, 5 және 3,5 жаста. Себебі мына балалар картасын алдық, бүкіл материктар тұр, әр материктарда әр түрлі жануарлар тұр. Сол жануарларға байланысты, мысалы, пингвин бар болса, ол Антарктида солай секілді дамытып жатырмын. Енді мынаны қараңызшы, не деген өте әдемі. Наклейкаларының өзін қараңыз, қандай сүйкімді. Осындай раскраска алдым, бұл 1,5 теңге тұрады. Екінші қызыма, кішкентай қызыма, мынадай, яғни бір мүйізбен ханшайым осындай раскраска алдым. Бұл да өте әдемі, бұл да 1,5 теңге тұрады. Осындай раскраска алдым, және мынадай наклейкалар бар. Осындай. Сонымен қатар, қараңыздар. Балаларды дамытуға вирус және микробтар орысша кітап алдым. Бірақ менің қыздарым кішкентай, сондықтан мен қазақша аударып беремін. Мынаның ішінде иллюстрациялар бар, суреттер. Мынадай суреттері бар. Сосын мынаның өзінің қалташалары бар, ашылады. Міне, қалташалары бар. Міне. Әр не туралы ақпарат жазылған, осындай қалташалары бар. Қараңыздар.
осыны мен қазақша айтып беремін. Менің балаларым уже білет, микробтар бар екен әлемде, бактериялар, вирустар бар екен. Кешке келген кезде қолдарыңды жуыңдар деп айтамын, себебі бактериялар, яғни микробтар асқазанға түсуі мүмкін деп осылай айтамын. Уже келгенде мен қолдарыңды жуыңдар, микробы десем, микробы, кеттік жуамыз деп қолдарын жуады. Сондықтан осындай кітап алдым, өте қызықты. Мына жерде суреттері бар, мына жерде мысалы вирустың құрылысы, қалай жұғады, бүкілі мына қалташалар арқылы түсіндірілген, өте қызықты. Қараңыз. Сосын адамның ағзалары, қандай жасушалар бар, қай жасуша не істейді, қандай қорғайды, бүкілі түсіндірілген. Бұл 0+ деп айтып тұр міне. Яғни бактерия мен вирустан өзімізді қалай қорғаймыз, бүкілі жазылған. Осындай қараңыздар. Мына жерде әртүрлі пандемиялар, біздің жер шарында болған эпидемиялар, және мына жерде даже коронавирус туралы жазылыпты. Міне балаларды дамытатын осындай кітаптар алдым. Мына кітап қанша теңге тұрады дейсіз ғой. Бұл кітап 3800 ба солай? 3800. Балаларды осындай кітап алып, балаларды, яғни балалармен сөйлесіп, балаларға түсіндіріп, осылай әрекет істеп жатырмын балаларды дамыту үшін. Қазіргі таңда менің үлкен қызым сурет салғанды өте жақсы көреді. Раскраскалардың түрін алғанбыз. Мына базарда сатылатын 300 теңгелікте, 500 теңгелікте неше түрлі раскраскалардың бәрін алғанбыз. Үйде раскраскадан көп нәрсе жоқ, оның бәрін бояды. Яғни ол арт-терапия баланың ойлау қабілетінің дамуына, яғни анализға да, анализ жасау, сақ моториканың, яғни бүкіл моториканың дамуына әсер етеді. Және егер сурет салу барысында анық сөйлеп тұрсаңыз, баланың сөйлеу қабілетінде дамытады. Міне мен балаларды дамытатын осындай кітаптар алдым, сіздермен бөліскім келді. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен болған егім талап.